Лю Кан алқаштың шәкірті, Рейден кірген адам, және де басқа Лю Канның қызықты жайттарын айтамыз. Бәрлеріңіз білетін шығарсыздар Mortal Kombat'ты. Mortal Kombat'тың ішіндегі ең мықты кейіпкерлер десек те болады. Оны Рейден не үшін өлтіргені, ол қалай батырдан құдайға айналғаны, тағы ол қалай зомби болғаны туралы айтамыз. Сіздермен бірге Эпиксе Олжас каналы, лайктарыңызды басып подписаться етіп кетіңіздер. Ал мен кеттім. Оның қолында теп болды. Соның өзінде ол мықты және король преисподней деген атақты алды. Бұндай қабілеттерді қайдан алды деп айтатын шығарсыздар. Сіздер сенбейтін шығарсыздар. Ол мастер боевых искусстволарды біледі. Бірақ ол жай адам емес. Оның аты О Райчо. Ол адам Mortal Kombat 9-дан бері танымал. Оның жақсы көретін әдісі құсық болмаса ташната. Ол өте жақсы газдарды шаша алады. Нағыз пиани мастер дей аламын. Ішімдікке деген махаббаты Лю Канды ұшу әдісін үйреткен. Ол әдісімен өмірінің қиын кездерінде ол әдісті қолданып, ең мықты қарсыластарын сол әдіспен жеңген деседі. Лю Канның өмірі ондай жақсы болмапты. Оның ата-анасы болған жоқ. Оның айналысқан заты боевых искусств. Оны смертельный битвада қолданған. Мақсаты смертельный битваны жеңу болатын. Және шаолиндер оны смертельный битваға дайындаған. Шаолиндер көбінесе шаштарын лысый қылып алдырады. Актерлар Лю Канның рөлін ойнаған кезде шашын толықтай алдырасы келмеген. Сол үшін разработчиктер Лю Канның шашын қалдырған. Елестетіңіздер, Лю Кан просто лысый болса. Лю Канға Брюс Ли мен Джеки Чанның әдістерін қосып берген. Лю Кан ең мықты Mortal Kombat'тағы адам болып саналады. Нунчаки бар Mortal Kombat 11-дегі. Зомби болып, ал тағы одан да күш қосып мықты болып алды. Лю Канның күшті әдістері от шашу десек болады, дракон шығару, және де бәрлер білетін шығарсыздар. Ол велосипед. Лю Канның велосипед әдісін қолданғанда Лю Кан көп тұрады. Және оның коронный фишкасы. Бұл әдісті көбінесе ұнатпаған. Көп уақыт геймерлерге де ұнамаған. Басқалары жынданған. Бұл әділетсіз дегендер де болған. Басқаларға бірақ мешайт етпеген. Бұл Лю Канға ұнаған. Лю Канның әдістері шынымен біртүрлі. Деген дауыстары өте жаман дауыстары, біреулерге күш берген, болмаса біреулерге жақтырмаған. Лю Канның басты жеңістері Шао Кан, Куан Чи және Рейденді де жеңген. Ойлаңыздар, сол Бог. Әрине мифология бойынша Шаң Цунды да жеңген, өлмейтін, даже бессмертный. Гороны да айырып тастады. Гороны соңғы 500 жылда ешкім жеңбепті. Лю Кан Рейденнің қолынан байқаусызда өліп қалғанын білеміз. Ал Mortal Kombat 11-де Бог, яғни құдай болды. Өйткені Рейден жынды болды, қызыл найзағай шығарды, Лю Канды да өлтірді.
Осы кезде Рейденнің басына системаны қулықпен өзгерту келді. Рейден өзінің божественный күшін Люканға бергісі келді. Өзі жай смертный болып қалды. Люканға соның арқасына өте күшті күш берді. Соның арқасына тағы хрониканы жеңді. Ақ көзімен қолында татуировкасы болды. Mortal Kombat 11-де көрген шығарсыздар. Люканның өз ойынында болды деседі. Просто ол жерде жүгіріп, бостарды жеңіп, типа того. Енді Люканның зомби кезіне келейікші. Комбат Армагеддонда оның қолындағы цепі сүйретіліп жүреді. Ал Mortal Kombat 11-де Люканның қолына цепі оратылған. Люкан өте мықты болғандықтан шығар, Шан Цун мен Quan Chi Люканның зомби болмастан алдында жабылып кетті. Өйткені бізге кедергі келтіреді деп. Оны онша ұнатпаған Quan Chi мен Шан Цун хитрый план құрды. Шан Цун Люканмен төбелесіп жатқанда Quan Chi өзінің магиясымен Люканға қолданып, сөйтіп әлсіреп қалған Люкан төбелесе алмай Шан Цунның қолынан өліп кетті. Духы жақсы істеп жүрді Китанамен бірге. Бірақ денесі өзімен өзі әркімге тиісіп жүрді. Осының арқасында Люкан зомби болды. Старый хронологияда, яғни бұрынғы. Бірақ жаңа версиясында ақтырақ. Рейден жаңа хронологиясында. Рейден шынды болып кетеді. Өйткені Шинниктің амулетінің кесірінен. Ал Люкан бәрінен айырылады. Шаолинь храмнан, Китанадан, өзінің жақсы көретін қызынан. Шауканның вторжениясынан кейін Люкан кек қайтарғысы келеді. Китана және тағы да басқалар үшін. Сол кезде Рейден шынды сияқты Шауканға тиіспе дейді. Осы кезде Люкан бір нәрсені сезіп, Рейден жынды ма деп ойлап қалады. Рейден Шауканға тиіспе дегеннен кейін Люканның жыны келіп, Рейденмен төбелесе бастайды. Бірақ Рейден өте мықты. Люкан Рейденға от шашқан кезде Рейден найзағаймен оның денесін күйдіріп тастайды. Ал енді Mortal Kombat 11-ге келдік. Хрониканы жеңгеннен кейін жаңа Mortal Kombat 12-де новый хронологиялар шығады. Люкан соңғы жағында Китанамен қосылып жаңа өмір бастайды. Осымен болды достар. Егерде менің видеом ұнаса, лайктарыңызды басып, подписаться етіп, колокольчикті басып кетіңіздер. Өйткені менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін мен өте тырыстым сіздерге ұнау үшін. Сау болыңдар достар. Ал егерде келесі видеомды көргілерің келсе, мына жерде тұр, или осы видеолардың біреуін көріңіздер.